Халықтың қалауымен Түркістан облысы мәслихатының депутаты болып Уәлихан Рысбекұлы Рахиев сайланды. Депутат болу дегеніміз үлкен жауапкершілік, жалпақ жұрттың сенімі мен үмітін арқалау. Елге қажетті көптеген өзекті мәселелер бар. Алдағы уақытта сол мәселелерді шешуге бар күш-жігер мен білімімді бағыттап атсалысам. Халқымның игілігі үшін аянбай еңбек атқарам деп мақсат еткен Уәлихан Рысбекұлы жайлы біршама мәліметтер алдағы бейнематериалда. Түркістан облысы мәслихатының депутаты болып сайланған Уәлихан Рысбекұлы Рахиевтің еңбек жолына тоқталып өтсек, көп жыл құқық қорғау саласында еңбек еткен. 2001 жылы Шымкент қаласының еңбекші аудандық ішкі істер бөлімінде бастықтың орынбасары қызметіне тағайындалған. 2004 жылы Төле би аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы, 2005 жылы Кентау қаласының ішкі істер басқармасының бастығы, ал 2006 жылы Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының бастығы қызметінде жұмыс жасаған. Ал 2008 жылдың ақпан айында ішкі істер министрлігіне қарасты Арман санаторий акционерлік қоғамы президентінің бірінші орынбасары, 2019 жылдың қаңтар айында Арман санаторий акционерлік қоғамының президенті болып тағайындалған. Үнемі көпшілік арасында жүріп, елмен етене байланысты іс атқарған Уәлихан Рысбекұлы 2016 жылы облыстық мәслихаттың депутаты болып сайланған. Сарыағаш аудандық қоғамдық кеңесінің төрағасы қызметін атқарған. Сарыағаш ауданының құрметті азаматы Уәлихан Рахиевқа халық тағы да сенім білдіріп, Түркістан облысы мәслихатын депутат етіп сайлап отыр. Осы 16 жылы 6 шақырылымда облыстық мәслихатқа үміткер болып тіркеліп, осы Көктерек кенті, Құркелес және Тегісшіл ауылдық округтері бойынша халықтың қолдауымен облыстық мәслихатқа депутат болғанмын. Сол кезде біраз жұмыстар атқардық. Атап айтқан кезде ауылдарды газдандыру, елді мекендерге су кіргізу, таза ауыз суын кіргізу, одан кейін электр жарык бағаналарын ауыстыру, жаңа трансформаторлар қою, каналдарды тазалау. Ең бастысы, сол кезде 7 мектеп салдыртқан екенбіз осы өзімнің сайланған учаскелерінің ортасында. Енді 7 шақырылым кезінде депутат болған жоқпын. Қазір мінекей 8 шақырылымда тағы да өз бағым сынап көрейін, елге қызмет етейін деп үміткер ретінде тіркелген едім. Халық қолдау көрсетіп, қазіргі таңда мына Жартөбе ауылдық округі, Көктерек кенті, Құркелес ауылдық округі, Тегісшіл, Дарбаза, Жылға, Әлімтау ауылдық округтерінің тұрғындарының қолдауының арқасында тағы да облыстық мәслихатқа депутат болып сайланып отырмын. Енді алдағы уақытта өзімнің өмірде жинаған тәжірибем бар. Басшылық қызметтерде көп жыл жұмыс атқарғанмын. Одан кейін 2 жоғарғы білімім бар, заңгер, экономист мамандықтары бойынша. Осы білім мен тәжірибемнің бәрін ұштастыра отырып, халыққа қызмет ету басты мақсатым. Депутат дегеніміз ол үнемі халықтың жай-күйінен хабардар болып отыруы тиіс деп санаймын. Қазір таңда елді мекендерді аралап, ондағы өзекті мәселелерді көріп шығудамын. Көпшілікке қажетті тірліктерді елмен ақылдаса отырып, іске асырамыз. Мақсатым елдің сенімін ақтау, халықтың рахметін алу, дейді облыстық мәслихат депутаты Уәлихан Рахиев. Халықтың ортасындағы қордаланып қалған мәселелерді билікке жеткізіп, сол мәселелердің шешілу жолдарында аянбай еңбек ету. Енді басты мақсатым менің осы. Әр елді мекеннің өзінің ауыл билері бар, өзінің ауылдың белсенділері бар. Сол азаматтармен бірлесіп, әр елдегі жиналып қалған мәселелердің жоспарын құрамыз. Сол жоспар бойынша әр мәселенің шешілуіне атсалысатын боламыз. Депутатты сайлаған кезде, мен кездесу өткізген кезде де барлық кезде халыққа айтқан едім. Депутатты сайлаған кезде халық өзінің ауылы, елді мекендерінің болашағына дауыс береді деп. Расында да халық маған сенім білдіріп, маған осы жұмысқа лайықты деп тапқан екен. Халқыма үлкен рахметімді айтам. Халыққа енді сол кісілердің сенімдерін ақтап, сол кісілердің сенімдерінен шығу үшін бар күш-жігерімді салатын боламын. Осылайша халықтың қалаулысы Уәлихан Рахиев депутат етіп сайлаған халыққа рахметін айтып өтті. Айта кетсек, Уәлихан Рахиев отбасылы 4 ұл мен 2 қыздың әкесі. Қуаныш Амангелді, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәт теле арнасының жаңалықтар қызметі.